Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді Наполеон тортын дайындайтын боламыз. Бұл торт барлығының көңілінен шығады деп ойлаймын. Бірақ одан бұрын менің инста парақшама жазылып қойыңыздар, үстіне қалдырдым. YouTube арнамада тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта керемет рецептермен бөлісетін боламын. Ең алдымен ұнымызға морозилкадан шыққан сары майымызды саламыз. Міндетті түрде мұздай болу керек. Мұздай сары майымызды өткіштен өткіземіз. Онымен сары майымызды араластырып, крошка дайындаймыз. Қатты езгілеудің қажеті жоқ. Дәл видеодағыдай араластырсаңыздар болғаны. Енді бөлек ыдысымызға суымызды қосамыз. 1 жұмыртқа, шым тұзымызды қосамыз. Оның үстінен яблочный уксус, яғни алма сірке суын қосамыз, 1 шай қасық. Барлығын жақсылап араластырамыз, бір қалыпқа түскенше. Дайын болды. Енді жаңағы крошкамызға, сары маймен ұн араласқан крошкамыздың үстіне құйып, жақсылап қамыр дайындайтын боламыз. Дайын болған қамырымызды холодильникке кемінде 15-20 минутқа қалдырамыз. Қамырымыздың міндетті түрде июі қану керек. Міне біздің қамырымыз 20 минут шамасында холодильникте тұрды. Июі қанған қамыр жұмыс жасауға өте ыңғайлы. Енді қамырымызды бөліп аламыз. Мен таразының көмегімен өлшейтін боламын. Шамамен қамырымыз әрқайсысы 90-95 граммнан болу керек. Мінекей барлығын осылай ыңғайлап жасап аламыз. Видеодағыдай тура. Ұнымызды сеуіп отырып, қамырымызды жайып аламыз. Міндетті түрде формасын келтіріп барып кесіңіздер. Менде диаметр 28-лік форма. Қамырымыз піскеннен соң кесуге жарамай қалады. Сол үшін формасын алдын ала келтіріп кесіп алыңыздар. Қасындағы артық қамырлардың барлығын жинап, тағы бір тесто дайындауға болады. Оны біз бетін әсемдеуге алып қаламыз. Шанышқының көмегімен осылай барлығын тесіп шығамыз. 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Пісу уақыты сіздің пешіңізге байланысты. Ал енді крем дайындаймыз. Сгущенка қосамыз. Сгущенкамыз бөлме температурасында болуы міндетті. Оның үстінен сары майымызды қосамыз. Сары майымызды бөлме температурасында болуы қажет. Себебі креміміз іріп кететін болады. Жақсылап бір қалыпқа келгенше миксерлеп алатын боламыз. Кремімізге қайнатпалы крем, яғни заварной кремнен 250 грамм қосамыз. Тағы да жақсылап миксерлейміз. Негізі қалауларыңыз бойынша заварной крем қоспай-ақ сары май мен сгущенкадан жасалған кремді қолдансаңыздар болады. Бізде бірақ Наполеон жұмсақ болғандықтан біз заварной қосылған кремді қолданамыз. Ал егер хрустящий Наполеон қаласаңыздар, құры сары май мен сгущенкадан жасалған кремді қоссаңыздар, яғни қолдансаңыздар болады. Ал енді дайын болған коржымызды суытып, теңдей крем жағып, жинайтын боламыз. Кремді өлшеп, немесе көз мөлшерімен ас қасықтап салсаңыздар да болады. Осы тортты пирожный ретінде жасап сатсаңыздар да болады. Тек қана 2 есе көбейтіп, 4 бұрышты қылып жасайсыздар. Алған корждарды осылай сындырып,
сахарный пудрамен араластырып, бетіне оформление жасап қойсаңыздар да болады. Достар, қазақша контенттің дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып қоюды ұмытпаңыздар. Наполеонымыздың бетіне осылай қант ұнтағын, яғни сахарный пудра сепсеңіздер, өте әдемі көрінеді. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, Наполеонымыз өте дәмді, жұмсақ, нәзік болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріп, өз ойларыңызды комментарий бөліміне қалдыра отырыңыздар. Соңына дейін видеоны қарап, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Алда тағы да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар.